Сәлем баршаңызға. Бүгін ең қарапайым әрі оңай жүзеге асырылатын, сонымен қатар өте дәмді әрі жұп-жұмсақ қамыры сондай ерекше үш бұрышты самса дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен үлкенде ыдысқа жылы айранды құйып, кейін бөлме температурасындағы тұрған жұмыртқаны қосып, тұзымызды қосып, одан кейін ерітілген сары майды құйып, массамызды араластырып аламыз. Келесі кезекте массамызға ұнымызды електен өткізіп аламыз және разрыхлительді қосып, қамырын илеп бастаймыз. Негізінен кез келген самсаның дәмді болуы қамырға қосылған майға да байланысты. Майыңыз қаншалықты таза болса, соншалықты жақсы шығады. Көріп тұрғаныңыздай, қамыры өте жұмсақ, сонымен қатар қолға жабыспайды. Дайын қамырдың бетін жауып, жылы жерге 30 минут аралықта демалдырып қоямыз. 30 минут уақытымыз өткен соң, қамыры ұлғайып пісіруге дайын тұр. Қамырын бөлек коврикке қойып, илеп аламыз. Содан ортасынан бөліп, кейін өзімізге ыңғайластырып, колбаса тектес етіп аламыз да, бірнеше бөліктерге бөліп бастаймыз. Келесі кезекте шетінен қамырын алып, домалақтап аламыз. Кейіннен жайып, ортасына дайын етті салманы салып, үшбұрыштап, шетін тығыздап түйеміз. Келесі кезекте түйілген самсаларды формаға арасын алшақтап етіп орналастырып қоямыз. Жұмыртқаның сары уызымен бетіне толыққанды жағып, қалауыңызша күнжіт сеуіп аламыз. Мен күнжітті ортасынан емес, шетіне себетін боламын. Дайын самсаларды алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Әркімде әртүрлі духовкаға байланысты уақыты әрқалай шығуы мүмкін. Менде пісу уақыты 40 минут болды. Самсаларымыз пісіп шықты. Негізінен самса еліміздің дәстүрлі дастарханына сай, дәмді тіске басарлардың бірі. Көптеген ел сүйетін тағам болғандықтан, осындай самса мерекелік дастарханға таптырмас шешім. Самсаны бірге бөліп қарайық. Қамыры өте жұмсақ болғандықтан, байқап, асықпай бөліп жатырмын. Өте нәзік осындай самсаны сізде дайындап көріңіз. Ұнайды деген ойдамын. Рецепті ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын.